елімізде болған әрине мынау қаңтар қантөгісі. Осыдан бастасақ болады. Екінші қаңтар күні менің ойым бойынша мынау Путин арнайы операцияны бастады. Сөйтіп бұл Украинаның басқалардың алдында бұл Белоруссия 2020 жылдың тамыз айында арнайы операция өткізді. Сөйтіп Лукашенконы толық өзіне бағындырды. Белоруссияда халықты алаңдарға шығарған, ол Путин, он ФСБ-ның ісі. Сөйтіп Лукашенконы торға түсіргізді. Мінекей қаңтарда болған оқиға, оның жалғасы кезекті арнайы операция. Қазақстанда толық өзінің билігін орнатқызып, бұл бірнеше мақсатты көздейтін арнайы операция болды. Оның ішінде жаңағындай 28 желтоқсан күні 21 жылы Путин Петербургқа Назарбаев пен Тоқаев шақырып, біреуді босатты, екіншісін таққа отырғызды. Ал қаңтардың басынан бастап бекіту үшін осы арнайы операцияны өткізді. Тоқаевты ешкім менсінген жоқ, соған керек болды осындай бір сілкіндіріп, халықты провокация жасатып, алаңдарға шығарып, сөйтіп халыққа қарсы жазалау операцияны өткізіп, кезінде біздің аталарымыз сияқты 1930 жылдары атып, қырып, қорқытып, Белоруссияда өткізген операция Окрестинада бірнеше мың адамды жаңағы СИЗОға кіріп ұрып соғып, болашақта билікке қарсы шықпасын деп сөйтіп 238 адамды атқызып, бірінші өздері ұйымдастырды, бұны жаңағы Жаңаөзенде өздері ұйымдастырды, КМБ-ның қолымен. Сөйтіп халықты алаңдарға шығарып, бұл жерде мен бірінші рет материал қойдым, Абзал Құспан деген бір сұмырай бар. Өмірінде ешқашанда митингке оппозиция болған емес. 4 қаңтар күні Оралда 17 сағат қатарынан далада тұрып, халықты шығыңдар митингіге деп шығарып, ондай Абзал Құспандар әр аймақта болды. Биліктің жоспарын орындап, халықтар алаңдарға шығарып, сосын жаңағы өздерінің провокаторлары, вагнеровстар, жаңағы сақалды террористер кіріп, не жасады, жаппай заң бұзушылық, дүкендер тонады, мың дүкен тонады, сөйтіп заң бұзбаған болып көрсетіп, террор болды деп, әскер дайын, әскерді кіргізіп, Тоқаевқа суфлерға оқытып берді. Даю приказ стрелять на поражение, без предупреждения. Ол да дестелінген Тоқаевты Лукашенко сияқты іліп қою керек, Крючокқа тайып кетпейтіндей. Путиннің жаңағы арнайы қызметтердің жұмысы. Мынау Тоқаев сүмелек айтты, бұйрығы бойынша бұйрық берді, халықты қырды. Халықты қырып, жаңағы қорқытып, халықты қорқыту болашақта неге шықпасын деп жаңағы ешқандай митингке. Ол 9500 адамды СИЗО ЮСК кіргізіп, оларды Окрестинада сияқты үйренген тәсілдермен ұрып, соғып, қорқытып, болашақта неге шықпайтындай қылып, бірнеше мың адамға қылмыстық іс қозғатып, сол халықтың өзін кінәлі қылып, 12 ай өтті, 1 жыл өтті, бірде қылмыскер, бейбіт халықты атып өлтірген жазаланған жоқ, біреуі де. Арттарында себебі тұр Тоқаев, Путин, басшылар. Мінекей, ең басты біздің елге, біздің халыққа мінекей бұрын болмаған, осындай оқиға қаңтар қантөгісі. Бұл әрине біздің елдегі ахуалға үлкен соққы болды. Мінекей, сөйтіп біздің саясаттың векторы бұрыла бастады басқа жаққа. Қаяққа? Орыс әлеміне. Мінекей, мынау Путин бірінші бенефициар, осындай соққы жаңағы жасатып, арнайы операция өткізген. Сөйтіп, қаңтардан кейін біз көріп тұрмыз. Путин орыс әлемі өз мүдделерін қанағаттандырып жатыр. Экономиканы толық қазір басып алды, завод, фабрикалардың басып алып, Ресейден заводтарды, мотоцикл шығаратын завод, машина шығаратын заводтарды Ошыққа келіп, сөйтіп Ресей Қазақстанды өзінің аймағына айналдырды. Мінекей. Екінші, 2022 жылдың